Қайырлы таң, құрметті достар. Қалайсыздар? Бүгін біз дүкен аралайтын боламыз. Сіздерге дүкен бағаларын көрсететін болам. Ең арзан деген жерге бара жатырмын. Сол жердің бағаларын қарайық, өзіміздікімен салыстырайық. Мүмкін осы жаққа шоппинг жасауға келетіндеріңіз болса, сол осы мен бара жатқан жерге баруларыңызға болады. Мен қазір осы ауданға келдім, бірақ әлі маған кем дегенде 8 километр жүру керек. Осындай қашықтық, өте алыс жер. Абжылардан 50 шақты километр қашықтығы. Енді қазір біз сол жерді табуға тырысамыз. Маған енді автобусқа немесе метроға отырып алу керек, ол жерге бару үшін. Қазір автобус тапқасын, қандай автобус баратынын сіздерге айтатын боламын. Мен қазір Азия жағындамын. Мұндай белгілер тұр, қаяққа не баратын. Маған Аташекерге бару керек. Сахра деген жерден түстім, мына автобустан. Optimum Premium Outlet деген кейін қарайтын жеріміз осы жер болады бүгін. Мұндай жерден үстіге көтеріліп, ары қарай өту керек жолдың. Жол 4-ке бөлініп тұр деймін мына жерде. Әйтеуір таптық. Соған мәзбіз ғой. Түрік бауырыма көп рахмет, көрсетіп жүріп бәрін. Автобусқа да өзі отырғызып жүр. Осы автобус барады деп. Соған точно келдік. Biz ana остановкаға келіп, аутлет міне янда. Артында тұрам. Мен ойымша осының үшін бәрі скидка ойлаймын. Скидка түрікше алдында айтқанымдай индирим дейді. Индирим дегеніміз скидка. Төменге түсіп тұрып жатырмыз. Бұл жақта туристер өте аз, сондықтан түріктердің өздерінен сұрауға мәжбүрміз бәрін. Білетін туристерден сұрай алмайсың мына. Артында дүкендер. Қазір жаңбыр сіркіреп тұр. Жел де басталып жатқан сияқты. Бірақ күн қатты салқын деп айта алмайсың, сондықтан бәрі жақсы.
өте көп туристер бар деп мына жерде айту қиындау екен, себебі қарағанда кілең түріктер өздері қыдырып жүр отбасыларымен. Мына жерде тек мен де ойламаймын, бірақ енді турист, бірақ өте аз екен. Мына жерде юс болып отыр. Мінекей біз енді ішін аралап жүрміз. Қазір мен бағаларын бәрін көрсетіп бастаймын, өзім бірінші қарап алайын. Қазір енді бірінші қай жерден бастаймын, сол жерді дұрыстап таңдап, сосын барып бәрін көрсететін боламын сіздерге. Менімен бірге болыңыздар. Осы видео ұнап жатса лайк басып, каналға жазыла кетіңіздер, пікір қалдырыңыздар. Сіздерге не ұнады, не ұнамады, соның бәрін жаза кетіңіздер. Келесіде сіздерге қай жерді көрсетейін, сол жерлерді жазып кетіңіздер. Мен сіздер айтқан жерлерге баруға тырысатын боламын. Ал біз бастаймыз. Файгердің киімдерін қарап жатырмын. Томи джинс. Қысқы куртка бағасы 949 лир. Мына қараңыздар, қандай әдемі. Осындай өзіме ұнайды. 650 лир. Мұнда деген мұндай да түрі бар екен. L размер дейді. 740 лир. Матасы 400 лир. Бұндай сарысы. Алып көрсетейін. Матасы керемет. Мына жерде футболкалар бар. Футболка 179 лир. Біздше 10 мың теңге ғой. Бұндай курткалар 1800-ден уже қалың келеді. Жазылып тұр бағасы. Бұндай басқа цветтер бар. Жасыл, көк.
дегенді көрейік. Не бар екен ішінде. Сүргізбей қалды, мана мен деген сүріп жатыр едім бәрін. деген 899 дейді. 899. Мындай шарбалдар 370 лир. Кішкене ғана ендерің скидкасы бар екен, жеңілдік. 3 тілде айтып шықтым. Мындай бар, соның бағасы. Біздің азаматтар ғана қол керек осы. 960 лир. Ішінде мындай бар, 60 болады. Мындай шарбалдаршы. Шарбалдар қаншадан екен? Шарбалдар 470 лир. Аяқ киімдер бәрі бар екен. Шарбал қаншадан? 370 лир. Yeşil olmuyor. Мындай костюм тұр мына жерде. Көрейік қаншадан екен. Костюмдар қаншадан.
950 лира екен костюм. Мында костюм көп екен ғой. Мынау қаншадан? 1300 лир. Мынау қаншадан? 960 лир. Мынаушы. Осының бағасы қызық. 1100 лир. 1100 лирге. Осындай болады екен. Мынау шарфы 150 лир. Барлық сыртында бағалар жазылған. Скидкалері 50% дейміз. 50%. Енді өтіп шығайын сіздер өздеріңізге. Керегін тоқтатып қарап алыңыздар. Жазылмаған, қарайын деп едім. Біз былай жүріп міне. Мұнда зат көп, және көп деген скидкілер. Осының ішінде жүр адамның көбі. Қалғандарына қарағанда осы жақта адам көп екен. Негізі осы бүкіл заттарға жеңілдіктер болғасын. Бүкіл заттарға жеңілдік болғасын. Адамдар дейміз. Әрбіріне кіріп таңдай беруіне болатын сияқты, себебі әрбірінде кем дегенде 50% жеңілдіктер бар. Бұл жерде Фенербахче деген команданың осындай дүкені тұр. Ішінде 25%-дан 50%-ға дейін жеңілдіктер болып жатыр. Бәрін түсіру сіздерге ішіне кіріп түсіру қиындау болып тұр, себебі ешкім түсіргізгісі келмейді. Сондықтан былай алыстан түсіріп жүрмін, айып етпеңіздер. Барынша енді көрсетіп жатырмын. Іші өте үлкен. Мұнда тек әйел адамдар келсе, таңертеңнен кешке дейін жүре беріп, асықпай қарауларына болады. Міне аяқ киімдер тұр. 100 лир дейді, ал саған керек болса 5000 теңгеге мұндай аяқ киім алыңыз. Мұндай қысқа аяқ киімдер 179 лир. Ер адамдар. Мынау әйел адамдар. Мынау да әйел адамдар. Мынау да әйел адамдар. Скидка 50% болып отыр, мұнда 70%-ға дейін. Мына жердің аты Керган. Қазір мен мына жерге кірдім. Бағалар, аяқ киімдердің бағалары жақсы екен. Мына
Мына аяқ киім 150 лир тұрады. Әйел адамдардікі. Әйел адамдардікі. Деген жерде аяқ киімдері жақсы екен бағалары. 100 лирға аяқ киім алу деген, білмеймін, бізде деген базардан аласыздар ғой, ондай аяқ киімді. Мұнда деген торговый центрдің өзінде бәрі өздері түріктер шығаратын көбі фирмалардан сондай ақшаға алуға болады. Сондықтан осы жерге келіп, өздеріңізге качествосын қарап, таңдауларыңыз дұрыс болады деп ойлаймын, себебі мына келіп қарағанға ештеңе жетпейді. Дэвид Уолкер деген тұр артында. Дэвид Уолкер. Al mına жерде misafirler, seans süremiz sona ermiştir. Lütfen buz pesini boşaltınız, patenleri, kask, dizlik ve eldivenleri. İşte. Onday менде кәдес болуға болады екен. Дұрыс мына. Мен отырып алып сондайға видео түсіруім керек сияқты ғой. 50% дедім. Міне бағалар жазып тұр, көрсетіп өтейін. Бұл жерде, бұл осы торговый центрде, бүкіл жерде индирим осы аутлет дегенге келіңіздер, премиум аутлет. Осы жерге келіп, қарап, асықпай таңдап алыңыздар. Жерде Мавиді көріп тұрмын. Collins, Мави, Puma, Nike. Жүзтелі дейді Collins. Маған Мави қызық. Мавиді көрейік. Мавиді 30% жеңілдіктер екен.
таксида бағалар мындай. Хат жақындамай ақ қойын, алдында адам жоқ. Комбо ғой. Көп зат тұрады. Бургер дейді, хаус. Мындай бағалары. Уста пидесі дейді. Бағалары мындай. Мындай балаларға арналған ойын 12 жерде бар екен. Бөлек ішіне кіріп. Папажым дейді, қарашиш папасы. Көрініске шығып көрейік, не бар екенін бұл жақтан. Не көрінеді екенін қарайық. Бұл жолдан көрініс осындай. Көп күнәларымыздар. Осы видеоны осы жерден аяқтаймын. Видео ұнаған болса, пікір қалдыра кетіңіздер. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Андай жаңа жылға дайындық маяқта уже басталып кетіпті. Ал мен бұл жерден шығып, басқа жерлерді ертеңге жоспарымды дайындайтын боламын.
кәдекойдан міндім. Енді Еменюнеуге бара жатырмын. Сол жақтан үйге қайтатын боламын. Сіздерге осындай көріністі көрсетіп жіберейін деп қайтадан камераны қосып тұрып жатырмын. Мына мен артымда тұрған мынау Девичья башня дейді, қыз кулесі. Оған да бұйырса баратын боламын. Ол жерде аңыздар бар, ол туралы. Сондықтан қазір барып мен оны түсіретін боламын. Қасынан жақында мына жерде қайықтар толып жүр екен. Кешке қарай қайыққа мінген, негізі өте салқын. Қысты күні Қарашада кеңес бермеймін кешке қарай қайыққа мінуге. Бірақ қалың киініп, шапка киіп, бас киім киіп не істесеңіздер мінуге болады. Онда тұрған ештеңе жоқ. Бірақ көріністер өте әдемі. Азан жүріп жатыр. Магриб кірді. Бәрінде Ая София, көгілдір мешіт, Сүлеймания бәрі тұр. Мен артымда долма бақче тұр. Мынау қыз кулесі. Осымен бүгінгі видеоны аяқтаймыз. Саламатта болыңыздар, каналға тіркелуді, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға қарағандарыңызға сонымен көп рахмет. Сау болыңыздар.